Егер сіз аэропортқа ең бірінші рет келе жатсаңыз, осы видео сіз үшін арналады. Немесе осы видеоды үлкен кісілерге жіберіңіздер. Немесе аэропортқа, әуежайға бірінші рет алғаш рет келе жатқан адамдарға жіберіңіздер. Өйткені көбісі, мен қазір байқаймын, аэропорттың ережелерін білмейді екен. Так, достар, бүгінгі әуежайымыз ол Астананың әуежайы. Осыны аэропорт бойынша мысалға көрсетейін. Аэропортқа бірден айтайын, ішкі рейстер болса, яғни Қазақстан ішіндегі рейстер болса 2 сағат бұрын, ал шетелге ұшатын болсаңыз кем 3 сағат бұрын ерте келіңіздер. Ал қазіргі заң бойынша мүмкіндігіңізді кірген кезде де досмотрмен тексеретін болады. Әр киіміңізді, сумкаңызды тексереді. Кіргеннен кейін ең бірінші осындай үлкен экран тауып алыңыз. Ұшу міне. Ұшу жазылып тұрады. Қай жаққа ұшу керек болсын. Мысалы, Оралға ұшатын болсаңыз, Астана КС 979, КС 18-10-да шығады екен. Екі терминал. Астанада қазір 2 терминал, Алматыда 1 терминал. Әзірше, бірақ ол жақта қазір жаңа терминал ашылып жатыр. Сондықтан кейін 2 терминал болады. Міне Астанада 2 терминал, Т2 осы ішкі терминал. Орал көрінді 18-10-да 205-210 регистрация етті. Үлкен экраннан кейін көргеннен кейін 205-210 дегенді іздейсіз. Олар екінші этажда, міне 205, міне көріп тұрсыз ғой, 205, міне 205, 206, 207, 208, 209 және 210. Міне Air Астананың осындай тіркеу аймағы бар. Сіз онлайн өтіп қойсаңыз да, осы жаққа келіп, желательно бір өтіп кетіңіздер. Өйткені посадочный талон кей кезде алу керек болады міндетті түрде. Ал Fly Арыстан осындай электронды Айжан терминалы арқылы тіркеу болады. Fly Арыстан әуе компаниясы ол лоу-костер. Сондықтан лоу-костердің барлығы осы әлем бойынша көбінесе электронды түрде жасалады. Яғни аэропортта жасамайсыз, алдын ала жасап қойыңыздар. Қалаймын, бүгіннің өзінде 2 адамды көрдім, тіркеу жасалмаған, осыға келіп тіркеу жасаймын дейді, бірақ ол уже кей кезде ақылы болады, немесе кей кезде кеш болып кетеді. Үлкен кісілер көбінесе 17:40-та ұшатын болса, тура 17:40-та келіп тұрады көбінесе. Білмей қалады кей кезде. Яғни осындай ереже бүкіл әлемнің әуежайларында осындай алгоритм арқылы сіз ұшағыңызға кешікпей бара аласыз. Ең бастысы ертерек келіңіздер. Пробка, сондай әртүрлі форс-мажорлық жағдайларды алдын ала ескеріп қойыңыздар. Міндетті түрде, өйткені самолетқа кешікпегендер, кешіп келетіндер ол өте көп. Видео пайдалы болса лайк қойыңыздар, немесе ой, бұның бәрін білеміз ғой, элементарный нәрсе ғой десе де деп айтсаңыз да, тоже комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер.